Дұрыс сөйлейік атты бағдарламалар циклын жалғастырамыз. Анар ханым, енді сөздерді дұрыс айтпау жайлы айтсақ. Көп жағдайда біз сөздерді дұрыс қолданбаймыз, дұрыс айтпаймыз. Көп жағдайда деп бәрімізге қатысты айтуға болмайды әрине. Көп жағдайда қолданбайтындар да бар. Енді ол қандай себептерге байланысты дегенде, біріншіден ол өзі негізгі себебін мен екеу деп айтар едім. Біреуі қазақ тілінің заңдылықтарын білмеу, дыбыстық ережелерін түсінбеу, немесе біле тұра өзінің жергілікті тіліндегі ерекшеліктерді қолдануда әбден дағдыға сіңіріп кеткен адамдар болады да, сол жергілікті сөздің ретімен ресми қатынаста да сөйлеп кетеді кейде. Осындай бір қателіктер болады, ол диалектінің әсері деп айтамыз. Енді тағы бір себебі жаңа айттық, қазақ тілінің дыбыстық жүйесін білмегеннен туындайды деп. Енді ол әдетте кімдердің тілінде болады? Ол әдетте орыс тілді ортада өскендердің, немесе басқа тілді ортада өскендердің, яғни қазақ тілінің төл дыбыстарының қалай дыбысталатынын білмейтіндердің, білсе де әлі тілі соған жаттықпай жатқандардың сөзінде осындай сөздерді дұрыс айтпау қателері кездеседі. Енді мысал келтіретін болсақ, мына диалектілік дыбыстаудың кері әсерінен болатын қателерге мысал келтірсек, мынандайларды айтуға болады. Мысалы, Көкшетау жақтан келген қазақтардың тілінде қазақтың жуан а дыбысын жіңішкертіп деп сөйлеу. Диалектілік дыбыстық ерекшелігі бар, мысалы. Жәмән деген. Жәмән, тәмәқ, аяқ, ақын жазушылар дейміз. Ақын жазушылар деп сөйлейді ол кісілер, сол жақтың адамдары. Әрине, бұл ол кісілердің өзінің ерекше бір колорит береді тілде. Ерекше бір реңк береді. Дегенмен енді осыны әбден... Бірақ қазақтың ортақ тіліне жатқыза алмаймыз. Бұл әдеби нормаға қайшы келетіндіктен, бір ресми қатынастағы бір сондай бір дайындықты ауызша сөз, бір салмақты ауызша сөздің жанрларында осылай сөйлеп тұрған кішкене құлаққа жағымсыздау естіледі. Мен өзім, мысалы, бала кезде біздің өлкеде бір рез, екі рез деп айтатынбыз мысалға. Бір рез секірдім, екі рез секірдім, ал қазір біліп жатырмын, бір рез деген дұрыс емес екен. Бір рет, екі рет деп айтқан дұрыс екен. Бұл жерде з дыбысын қолданып тұр, ал қазақ әдеби тіліндегі ол норма бойынша рет болу керек. Бір рет, екі рет. Енді біздің ойымша бұл жердегі з бұл орыс тілінің раз деген сөзінің әсерімен қалыптасса керек. Один раз, два раза дегендегі раз ана жерге барып олтасы болып қолданып тұр. Бұл орыс тілінің әсерімен болған интерференциялық құбылыс. Ал енді бағана айттық қой, орыс тілінің әсерімен бізде сөйлеп кететіндер көп. Мүлде орыс тілін естімеген қазақтардың тілінде де орыс сөздер жүреді. Мысалы, новыйдан алдық деп жатады, жаңадан алдық деп емес. Осыған кішкене сақ болу керек. Бір ғана енді осы тұста қазір енді Самат екеуміз отырып алып осындай қателерді шығара берсек, біздің бағдарламамыз бұған жетпейді уақыты. Сондықтан бір күлкілі мысалды айтып аяқтайық. Мынау Кейзетландия деген Нұртас Адамбаевтың орыс тілді қазақтардың арасындағы осы тілді білмеуден немесе тілдегі дыбыстарды дұрыс айтпаудан туындаған бір казустарын күлкілі ғып сахнаға шығарып жатыр ғой қазір. Теледидардан көп жүріп жатыр сол баланың режиссерлігімен түсірген фильмдер. Сонда мұны мен байқап қалдым, бір теледидардан арнайы көрмеймін көзімнің шетімен. Сонда бір жігіт үлкен қазақтың тойында жаңағы үлкен ақсақалдар мен әже апалардың алдында шығып сөйлеп тұр. Қойылым ғой енді. Қойылым ғой. Сонда дейді, мені әке шешем осырды дейді. Сондағы оның айтайын дегені әке шешем өсірді деген сөз. Міне бұл орыс тілінің дыбыстау жүйесімен әкеп қазақтың дыбыстарын айтып тұрған да шыққан сөз ғой енді. Осындай келеңсіз қателіктерге жол бермеу үшін қазақтың төл дыбыстарын дұрыстап айтып үйренген абзал. Бірақ дегенмен маған енді күледі екен деп сөйлемей қоюға да болмайды. Көп рахмет, Анар ханым. Вики білім қоғамдық қоры. Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі тілдерді дамыту және қоғамдық саяси жұмыс комитеті тапсырысы бойынша дайындалған. Алматы қаласы, 2015 жыл.